Жыл мезгілі. Бір жылда 4 мезгіл болады. Әр мезгілдің өзіне тән ерекшеліктері бар. Қыс, көктем, жаз, күз мезгілдері. Әр жыл сайын олар бірінен соң бірі ауысып жалғасып отырады. Қыс. Ең суық мезгіл. Қыста қар жауып, аяз болады. Қыстың күні бүкіл табиғат атаулы терең ұйқыға кетеді. Қыс мезгілінде біз жаңа жыл мерекесін тойлаймыз. Көктем. Егін алқаптары үшін ең қолайлы мезгіл. Тіршілік оянып, жаңа өмір басталады. Көктемде диқаншылар егін егеді, себебі бұл мезгілде жаңбыр көп жауып, айнала жасыл түске енеді. Көктемде күн мен түн теңеліп, біз Наурыз мерекесін тойлаймыз. Жаз. Ең ыстық мезгіл. Құстар сайрап, жеміс-жидек, көкөністер өсіп, балалар көшеде асыр сала ойнайды. Өйткені жазда 3 айлық демалыс болады. Күз. Қоңыр салқын мезгіл. Күзде күн енді салқындап, құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Адамдар мен жануарлар қысқа дайындығын жасайды. 1 қыркүйекте алғашқы қоңырау соғылып, біз сабаққа барамыз, білім аламыз. Ал саған жылдың қай мезгілі не үшін ұнайды? Пікір бөліміне жаза кет. Егер сізге шығарылым ұнаса, үліпіл басып, парақшаға жазуды ұмытпаңыз.